намаздың бірінші не болмаса екінші рәкатында, не болмаса кез келген бір рәкатында бір сәждені кем жасайтын болсақ, осы кем жасаған сәждеміз намаздың соңында оңымыз бен солымызға сәлем беріп намаздан шығып кеткен соң есімізге түсетін болса, бірақ намаздан шыққанмен біздің кеудеміз құбыладан бұрылмаса, не болмаса сөйлемесек, не болмаса дәретті бұзатын ешқандай бір іс-әрекет жасамасақ, онда сол жерде бірден сәждеге барамыз. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Осыдан кейін біз осы сәждені орнында жасамағанымыз үшін сәху сәжде жасау керекпіз. Сәху сәжде жасау үшін бірінші осы жерде ат-тахият дұғасын оқимыз, одан кейін оң жағымызға сәлем береміз. Ассаламу алейкум рахматулла. Одан кейін қайтадан сәждеге барамыз. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Сәху сәждесін жасап болған соң ат-тахият дұғасын оқимыз, салауат оқимыз, Раббана дұғасын оқимыз. Одан кейін оң жағымызға және сол жағымызға сәлем беріп, намазымызды аяқтаймыз. Ал егерде осы сәлем беріп, намаздан шығып кеткеннен кейін жаңағы жасамаған сәждеміз, кеудеміз құбыладан бұрылып кеткен соң, не болмаса дәретіміз бұзылған соң, не болмаса сөйлегеннен кейін есімізге түсетін болса, онда намазымызды басынан бастап қайтадан оқу керекпіз. Алла тағала құлшылықтарымызды қабыл қылсын.